ең көп ет беретін топ 5 тауық тұқымы. Бұл тізім негізінен тиімділік бойынша құралған. Яғни қандай тұқым аз уақытта аз жемнен ең көп ет береді. Сонына дейін көріңіз. Қазақстанда ет үшін ең көп өсірілетін тауық тұқымы қайсы екенін айтатын боламын. Сонымен 5-ші орын Сассо тұқымы. Франциядан шыққан тұқым. Союға дейін 60-90 күн керек. 2,5-3 килограмм ет береді. Оның еті барлық бройлерлердің арасындағы ең дәмді ет деп саналады. Табиғи жайылымда өсірілетін фермерлік бағыттың сүйіктісі. 4-ші орында Арбор Акрес тұқымы. 35-45 күнде 2,3-2,8 килограмм ет береді. Тұрақты өсімімен және сапалы етімен ерекшеленеді. Көптеген елдерде кеңінен қолданылады. 3-ші орын Хаббард тұқымы. 40-45 күнде 2,5-3,2 килограмм ет береді. Осы тізімдегі ең төзімді тұқым. Ыстыққа да, суыққа да, әртүрлі климатқа бейімделе алады. Ауылдық жағдайдағы шаруашылықтарға өте қолайлы. 2-ші орын Росс 3,8 тұқымы. 35-40 күнде 2,5-3 келі ет береді. Осы тізімдегі ең жылдам өсетін тұқым. Үлкен коммерциялық фермалардың басты таңдауы. Егер сізге ауыл шаруашылығы қызық болса, Агромен парақшасына жазылуды ұмытпаңыз. Ал 1-ші орында Коп 500 тұқымы. Ол да 35-40 күнде 2,5-3 келі ет береді. Алайда ғылыми зерттеулер бойынша жем-ет балансы бойынша барлық тұқымдардан озып тұр. Аз жеммен көп ет береді. Дүние жүзіндегі ең танымал бройлер тұқымы. Ал Қазақстанда қай тұқым көп өсіріледі? Қазақстандық фермерлер осы тізімдегі 1-ші орындағы тұқымды көбірек өсіреді. Яғни Коп 500 тұқымы.